Біздің уақытымызды алмаңыз бұл жерде. Бұл жерде ешкім ойнап отқан жоқпыз. Сондықтан сіздерге нақты сұрақ береді, нақты жауап беріңіздер. Зәт мынау, басын бастайсыз, аяғы жоқ, адам басын забалтып етесіздер. Келдіңдіңіз ме мына парламентке? Дұрыстап жауап беріңіздер. Қысқа өте нұсқа. Адам басын айналдырмаңдар. Менің сұрағым былай, сіздің жаңа баяндамаңызда негізінен байланыс елді мекендер туралы айтылып кетті. Ал бізде басқада нысандар бар, байланыс қажет ететін. Мысалы, туристік инфрақұрылымдар. Қазір өзіңіз білесіз, біздің елімізде туристік поток көп. Онда маршруттарда визит центрлер салынып жатыр. Әртүрлі қорықтар бар, нацпарктер бар, ұлттық парктер. Ол жерге көптеген адамдар барады. Ал енді сол жердегі мәселе ушығып тұр. Неге мен бұны айтып отырмын? Бұл жаңа коммерциялық жағынан емес, жалпы адамның қауіпсіздік мәселесіне байланысты бұл мәселелер. Машина бұзылып қалуы мүмкін, адам ауырып қалуы мүмкін, әртүрлі жағдайлар болып қалуы мүмкін. Ал ол жерлерде бізде байланыс жоқ. Осыған байланысты сізге мынандай 3 сұрақ. Бірінші, Қазақстан туристік инфрақұрылымына байланысты қандай жоспарларыңыз бар? Қалай қамтамасыз етейін осы оның байланыспен? Екіншіден, қандай қаражат есебіне және қандай технологиялар қолданылады? Үшінші, жақын арада сіз премьер-министрге осы мәселе жөнінде, ұлттық жоба жөнінде баяндадыңыз. Соның ішінде жаңа айтылған мәселелер қамтылған ба? Нақты айтыңыз маған. Қамтылған. Үшінші сұраққа жауап берейін. Біріншісі. Екіншісі, туристік нысандар 27 жылға дейін толығымен интернетпен қамтылған болады, бірақ ұлттық жоба, яғни ұлттық жоба талқыланып бекітілген болса, қаражат бөлінген болса, туристік нысандар барлығы интернетпен қамтамасыз етілетін болады. Және де технологиялар бойынша өзіңіз сұрап кеттіңіз, әрбір жерде әртүрлі технология қолданылатын болады. Көбінесе 4G технологиясы, әлде егер оған дейін жаңа оптика желілері бара алмайтын болса, спутниктік технология арқылы қосатын боламыз. Рахмет. Микрофон включите, депутат уже вышел. Бір сұрағым қалып қойды. Қандай қаражат есебінен осының бәрін жасайсыздар? Бұның коммерциялық көзі болмағандықтан бұл шығындардың барлығы бюджет есебінен қаржыландыруы тиіс.